Сәлеметсіздер ме, құрметті ұстаздар және бірінші сынып оқушылары. Жаратылыстану пәні 20 сабақ жер ғаламшарының көрінісі тақырыбы. Бүгінгі сабақта сен жер пішінінің неге ұқсайтынын білесің, жердің кішірейтілген үлгісімен танысасың. Біздің бүгінгі сабақтағы жаңа сөздеріміз жер және глобус. Ендеше балалар, мына суретке қарап ойланайықшы. Жазық жерде тұрып айналаңа қара, жердің пішіні қандай деп ойлайсың? Кәнеки, ойланып көрейікші. Жер жазық па, әлде шар тәріздес пе? Дұрыс айтасыңдар. Жеріміз шар тәріздес. Бұл ақпаратты сендер бұғанға дейін өткен аспан денелері тақырыбынан жақсы білесіңдер. Ендеше балалар, сендерге сұрақ. Неге мына суретте ол жазық болып көрініп тұр? Қалай ойлайсыңдар? Дұрыс, аспан мен жер бетін астасып жатқанда етіп көрсететін сызықты біз не дейтін едік? Дұрыс, көкжиек деп айтатынбыз. Яғни, біз жердің үстінде тұрғандықтан, біздің көзіміз осы астасып тұрған сызықты ғана көреді, яғни көкжиекті ғана көреміз. Ал егер де біз аспанға ғарышкер болып ұшатын болсақ, біз аспаннан жердің дөңгелек екендігін анық көре алады екенбіз. Балалар, жердің пішіні сонымен қай денеге ұқсайды екен? Шар ма, әлде текшеге ме? Дұрыс айтасыңдар, шарға ұқсайды. Жер біз тұратын ғаламшар. Ол өте үлкен. Жердің пішіні шар тәрізді. Ендігі суретке қарайықшы балалар. Глобус. Жердің кішірейтіліп алынған үлгісі. Глобус сөзі шар деген ұғымды білдіреді. Сынып бөлмесінде немесе үйде глобус бар болатын болса, анықтап қарап көрейікші, немесе мына суреттен қарайық. Анықтайықшы, глобуста қандай түстермен боялған? Дұрыс айтасыңдар. Көк түс, жасыл, сары, қоңыр түстер бар екен. Ал көк түс нені білдіруі мүмкін? Жасыл, сары, қоңыр түстер ше? Дұрыс айтып отырсыңдар. Көк түсіміз ол жер шарындағы су, яғни өзендер, көлдер, теңіздер мен мұхиттар. Ал жасыл түс ол ормандар. Сары түсіміз дала және егістік, яғни құрлық. Қызыл қоңыр түс ол таулар. Егер қызыл қоңыр түсіміз қоюлана түсетін болса, ол таулар өте биік деген сөз. Балалар, мына қызыққа қарап көріңдерші. Біз және айттық, жердің кішірейтіліп түсірілген үлгісі ол глобус дедік, я? Ал мына глобус ол айдың үлгісі екен. Яғни тек қана жердің емес, сонымен қатар айдың да үлгісі болады екен. Ай жер ғаламшарының табиғи серігі. Ай жерді айналады. Айдың пішіні де шар тәрізді. Балалар, бүгінгі сабақтағы ақпараттар түсінікті болса, дәптерімізді ашып бірінші тапсырманы орындайық. Дәптерімізде бірінші тапсырма глобусты боя, құрлықтарды сары, жасыл және қоңыр түстермен, теңіз бен мұхиттарды көк түстермен боя дейді. Мына суретке қарап отырып, немесе өзіміздің сыныптағы глобусқа қарап отырып осы суретті бояйық. Келесі екінші тапсырмаға назар аударайық. Жердің пішіні қай денеге ұқсайды? Жасыл қарындашпен қорша. Дұрыс айтасыңдар, біз сабақта айттық, жердің пішіні ол шар тәріздес. Сондықтан да мына тұрған екі дөңгелек шарды қоршап сызамыз. Балалар, үшінші тапсырмаға қарайық. Қарсы мағыналы сөздерді сызық арқылы қос. Түсіндір. Күн, күнге қарама қарсы қай сөз? Түн. Аласа,
биік, алыс, жақын, үлкен, кіші. Бұл сөздер бір-біріне қарама-қарсы сөздер.